Армысыздар ағайындар, мал жандарыңыз аман болсын. Бүгін 30 қазан айы және айдың толы 13 жұлдызына келеді. Енді алдыңғы тақырыптағы Алланың көркем есімдері, яғни Раббыға өзінің көркем есімімен жалбарын деген, Раббыға құлшылық деген Құрандағы осы Раббы туралы ұғымдар қазіргі мына масхаб білімде, біздің дінші бұрым жауапсы ислам ілімінде көп айтылмайды. Бұл Раббы көбіне осы мына христиандарда, мына тәураттықтарда осы Раббы туралы ұғымдар бар да. Ал енді жалпы қазақта да бұл ұғымды пайдаланбаған Раббы туралы. Ол мына Құранмен бірге исламда келгенмен де бұл жасырын болып қала берді. Қазіргі көп мынау тәпсірлерде де Раббы туралы толық ешқандай ұғымды айтылмайды. Енді Раббы деген ұғым қалай болады? Енді Алла Тағаланың бастапқы нұры ол сары нұр, осы раббылық нұр болады. Сол раббылық нұрды біздер адамның осы көркем есімдері, қасиеттер арқылы оны әлемді кеңіту, яғни әлемнің барлық қозғалыстарының да, барлық әрекеттерінің де Алладан басқа тәңір жоқ дейді. Яғни ол тәңірлік сипатының бәрі Раббыға айналады. Яғни Раббының білімі барлығын ішіне алады деген. Яғни бүкіл жаратылыстың, бүкіл барлық қозғалыстың барлығының білімі осы Раббы болады. Сол енді біздің осы меңгерген қарсылықтарды меңгерген сияқты, мінген сайын сол Раббыға білім, сол біз көркем есімдерменен айналып қосылып отырады. Яғни сендер білмейтін нәрселер жараттың дегеннің өзінде де Құранда отырған біздің әлі алда қаншама жер бетінде өмір бар, қаншама құпиялар ашылады, қаншама білімдер бар. Бұны біз білуіміз мүмкін емес. Болашақтағы болатын адам біздің ұрпақтарымыздың меңгеретін білімдерін, біздің ұрпақтарымыздың осы қандай жағдайда, қандай заманда өмір сүретінін біз қазір болжай алмаймыз, оны біле алмаймыз. Яғни оны біле алмағанмен де ол бастан бар Алла Тағала жаратып қойған, біздің балдарымызға дейін аттарын қойып қойған. Кімнен қанша ұрпақ тарайды, оның аты қандай болады, ол атпен байланысты қандай қасиеттер ашылады деген. Барлық бүкіл жер бетіндегі барлық қандай да болсын, мынау қозғалыстар болсын, қандай да болсын өзгерістер болсын, ол адамның атына тәуелді, адам баласының атына. Сондықтан дұрыс ат қою, мына исламда да барлық жерде дұрыс ат қоя беру, сол атыңа затың сай болсын деген қазақ мақалы соған келеді. Сондықтан енді осы адам аттарының барлық көркем есімдері ол несімен байланысты? Ол осы мына Алланың 99 көркем есімін, Алланың өзінің берген нұрын, біздерге сол айтқан өмір тіршілігін, біз соны жарыққа айналдырып, соны білімменен, әрекеттермен, дұрыс амалдармен, жақсылықтарменен оны белгілі бір ақпараттық, яғни орын аламыз. Кеңістіктен орын алады. Сол кеңістіктегі орынды оны жұлдыз дейді, жұлдыздың жаны дейді. Біздің анау жердегі барлық адамзаттың барлығының аттарының орны жұлдыз болып көрінетін, көрінбейтін болып, немесе көмескі жұлдыздарға айналады, немесе ол жұлдыздан да төмен қара дөңгелек шарларға, яғни жындарға айналады. Жындарға айналып, осы жын арқылы ғана біз неге көбейіп, өсіп, жоғары дәрежеге жетіміз. Бір қуатпен сендер көктен өтесіңдер деген, яғни адамның жұлдызы ғана осы жұлдыз жану арқылы, ол жұлдызы, яғни аспандағы құс жолы дейді, құс жолына жалғануды айтады. Ал енді Раббы деген сары, ол нұрмен байланысты, ол жердің астындағы ең төменгі нүкте, яғни жердің ядросы, жердің ортасы өзегі болып тұрады. Сондықтан біздің барлық біздің өмір сүруіміздің өзегіміз Раббының нұры болады. Яғни ол Раббы деген не? Ол Раббының нұры деген біздегі. Ол мен деген ол біздің түсіну қабілетіміз. Сонда Құранда, ей Мұхаммед, оларға айт, мен өмір бойы сендердің істеріңде болсам да,
сонда да түсінбейсіңдер ме деп. Яғни адам баласының ең бірінші сол түсінігі ол сүйіспеншілік. Біз сүйіспеншілік жақсы арқылы ғана біз өмірді ұғынамыз, бір-бірімізді түсінеміз, біз өзіміз тани аламыз. Ал керісінше біз кекшілдік, жауыздық, өкпешілдік, әртүрлі ашушаңдықтарды керісінше біз өзімізді төмендетеміз, біз өзіміз хайуанға айналамыз, тек қана мынау нәпсіге байланамыз. Сондықтан мына қазір рабы туралы мен енді жерде тағы да жүздеген аяттар бар. Оның бәрін біз енді оны оқып, оны талқылауға әркім өзінің мына ақылменен, өзінің пайымдауыменен Құранды оқу арқылы меңгермесе, біз бұны түсіну мүмкін емес. Қазір қазақ халқының әлемдегі ең мына бастаушы, дінді меңгеруші әлем исламның бірін қалыптасушы халық болып қалыптасу керек. Соған байланысты қазақ халқында қазір мынау өліктердің сөйлестірілі, оны дінші масхабтар ол кәпірлікке түскен аяттар дегенмен де оның бәрі надандық екені, яғни өліктерін не үшін сөйлестіреді? Адамның осы қателіктерін көрсету үшін. Біздің өмірден өткен ата-бабаларымыздың біздің қателікті қайталама деп, яғни адам өзінде барды ғана түсінеді. Біз қанша біз керемет болғанмен де біз жамандықты, сол жамандықтың өзінің жаман екенін түсіну үшін де сол жамандықтың белгісі өзімізде болу керек, яғни қарама-қарсы соны иммунитет дейді. Біз қандай керемет осындай бір дәрі ойлап тапқанмен де егер де соның аурудың, сол күнәнің иммунитеті өзімізде болмаса, бізде онда онан жазу да жоқ, оны түсінуде жоқ. Әр нәрсені тану арқылы, оны анықтау арқылы ғана соған қарама-қарсы қуаттарды біз өндіре аламыз. Яғни Алла тағаланың нұрымен ғана біз өндіреміз. Сондықтан қазір біздің айтып жатқандарымыздың бәрі мына кімнің мына жүрегінде бар, солар ғана түсіне алады. Бірақ сол жүрегінде бар түсіну үшін де бізде осы қоғамда қазір біз қазақ деген бір өзінше біз ұлт, яғни бір қауымбыз. Енді сол қауымның өзінің ішінде біз жүзге бөлінеміз. Оның өзі әрбір жүз өзінше бір қауымдық бір жүйе болады. Жүздің ішінде ұру болады, ұрудың ішінде әр бөлек-бөлек біз өзі аталық болып, барлық нәрсе сол 7 атадан қауымнан басталады. Яғни біз өз қауымымызды өзіміз, сендер өздерің қауымдарың түзетпейінше Алла сендерді түзетуші емес дейді. Осылардың бәрі 11 санменен байланысты осы деңгейлері бар. Құранды да осындай 11 мен бөлетін болса, белгілі бір хатте пайда болады. Яғни біздер қазіргі қазақ халқында Құранды түсінуді, Құранды меңгеруді, яғни өзіміздің ұлттық тілде жетелік саналық деңгейлерді қалыптастыру керек. Сол жетелік саналық деңгей бірінші Алла тағаланың өз нығметі. Ешкімде мысалы ақынды, жазушыны оны бір мектептен өткізіп ақыншы жазушыны қыла алмайды. Немесе сен өзің балаңды ақын жазушы болсын деп тәрбиелей алмайсың. Оны Құдай беретін қасиет. Осындай Құдай берген арамыздағы ерекше осын халыққа мына ақылдың қуатын қосатын, өздері сонымен келетін бізде ақын жазушылар қоғамы, яғни айтқандар мәңгүттенді. Яғни олар дүниеге байланып, сол Құранды кез келген жастарға мына араб арқылы меңгеруге беріп қойды. Біздің қазақтың сөздерінің бәрін жан-жақтан талан-таражға тіптен бұның масқарасы сол жазушылар, ақындар қоғамдан шықты. Яғни қазақта ешқашанда таңба болмаған. Егер қазақта таңба болмаса, онда біздің ұлттық елдігіміз болмаған. Біздің діліміздің бәрі тек әшейін тосынан жан-жақтан жиналған. Біз сол сияқты жан-жақтан құрама ұлтпыз деген сияқты ұғымды қалыптастырып, біз латын таңбасын аламыз енді. Сонымен ғана біз көркейеміз деп, жаңа Құрандағы Алланың бізге беріп жатқан 79, негізінен 76 таңба болу керек. Қазақ таңбасы, мына қазір Кербаманың өзі 49 таңбадан тұрады дегенді түсінгісі келмейді. Және оны түсінуге де халық қана тыйым салып, қазір ақпараттық жүйенің бәрін басқарып отырған өзі біздің осындай мына талантты тілші қауымдар. Сонда қазақтан тілшінің тілінен сақта деп, қазіргі негізгі
бізге қоғамдағы осындай қияметтің жағдайы, негізі қоғамда қалып отқан осы мына тәжі дерттің осындай отын, халықтың осындай күйзеліске түсіп отқанын, мына ел білектердегі жемқорлық барлық жағынан біздің мына қыз жағалардың осынданың өзіндегі мына арсыздықтар, халықтың бірін-бірін осындай жауыздыққа ұшырап отқанның бәрі қоғамның негізі осы ақын, жазушы, мына үлкендердің қателіктерінен, солардың арсыздықтарынан болып табылады. Бұл жерде біз дінші мазһабшыларды да әрине оларды іздену керек еді, бірақ негізгі біздің қоғамның жүйесі ешқандай да философиялық та психологиялық та мектеп болмағаннан кейін, сөз азғаннан кейін біз осындай қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Сосын бір-бірімізден көреміз. Және де осы сол отырған қауымдар, жазу қоғамдар халықты бір-біріне итше айдап салып жатыр да. Біреу обыңды алып таста дейді, біреу әйтеуір мынандай өзгертеміз қоғамды. Осылардың бәрі неден пайда болады? Осылардың бәрі мінекей мына ақындарға азғындарды ертіп қоямын деген Алла Тағаланың сынағы. Сол сынақта мінекей ел билеуші бірінші қоғамды құру үшін, әрине рухани жаңғырту үшін бірінші әуелі әркім өзін-өзін басқаруды меңгеру керек. Өзін-өзін басқармай елді басқарам деген осындай бірінші біз мына ғылым мектебін құру керек еді. Бірінші біздің ата заңын жұмыс істеуіміз керек еді. Бірінші біздің мына тіліміз, діліміз халыққа келу керек. Тіліміз бен ділмен түсін ұғым қанспайды, дінді меңгерем деп қол жастарға беріп қой, осындай мінекей біз азғындыққа түстік. Сондықтан мына рабы деген ұғымның өзі Құрандағы, ол қазақта енді арабыны құдай деп атайды. Яғни біз бұрын бұны арабы туралы қазақтан құдайсыз қурай сынбайды дейді. Орыстардың Бог дегенмен қазақтан құдай дегеннің өзінде айырмашылық бар мінекей. Қанша дегенмен олар құдайды Ғиса қылып алатын, мына христиандар көбінесе құдайды ол кез келген қазақта ол құдайды ол өзгеше құдайсыз қурай сынбайды дейді. Барлық іс әрекеттердің иесі дейді. Құранда да сол мінекей осыны айтып тұр. Арабы деген қадір білуші. 35-34 сүрен арабы ол, арабы деген ол Алла. 16-шы, 21-шы, 52-шы, 53-шы, 53-шы. Енді жоғарғы орындар, жұлдыздар, іштерінен бір кісіге адамдарды қорқыт, иман келтіргендерді рабыларының қасында олар үшін жоғарғы орын, яғни жұлдыздарда орын барын шүйіншіле деп уақи қылғанымызға бұл адамдар таңырқайма дейді. 10-шы сүре, 2-ші сүре. Рабың бауырағышы сендерді дейді. Рабың істі басқа бауыраушы тегің дейді. Ол 17-ші, 60-ші аятта. Мені тураға салған Алла жайында менімен таласасың. Мен сендердің оған ортақ қосқан нәрселеріңнен қорықпаймын. Бірақ Рабым не қаласа болады. Рабымның білімі әр нәрсені қамтыған, ойламайсыңдар ма? Дейді мінеке 6-шы 80-ші аят, 81-ші аят. Яғни біздің барлық қазіргі біз ананы білдік, мынаны білдік дегеннің бәрі ол бастан бар. Арабының білімі қандай енді? Біздің өзіміздің ой жорып, іблістің білімі ғана. Міне қазіргі ақ пен қара деген екі білім бір-бірімен соғыста, қайшылықта. Бірі ол дүниемен байланысты, іблістен пайда болатын білім. Екінші мынау арабылық білім, барлық нәрсені тазартушы, түзетуші, яғни бұна жақсылықтарды көбейтуші. Рабы деген хикмет иесі дейді. 3-ші сүре 80-ші аятының. Яғни рабың дейді, оны рабылық сипатты Алла Тағала Мұса пайғамбар Рабымен тікелей сөйлескен дейді. Яғни Құдаймен тікелей сөйлескен дейді. Енді соны айтады да, енді Мұсадан кейін ешкім сөйлеспейді дегеннің өзі, осының бәрі Құранда оның бәрін терістеп тұр. Енді ол Құдайменен сөйлесу деген барлық жағдайда ол мінекей намаз арқылы қандай амал істесең де Алла Тағаладан белгілі бір өзіне сендердің көкейлеріңе салуға тұрмын. Немесе бір перденің арасынан шыған, немесе араларыңа елші беріп сөйлесем деген, яғни 42-ші сүре 51-ші аятта ашықтан ашты. Алла Тағала дегеннің өзі біз неге қазір бөліп айтамыз? Алла Тағала дейміз, ол Алла дейміз, Рабы дейміз, немесе
ол сондай Алла деген, мен деген, маған деген, бұлардың бәрінің де өзінің белгілі бір түр-түсті қуаттық әрекеті бар біздерге байланысты. Ал енді солардың барлығының бірлігін Раб деп атайды мінекей. Енді сонымен бірге мынандай аят бар. Сендерге Раббыларға жолығу үшін белгілі бір мерзім бар дейді. Яғни сол Раббыға не үшін жолығады? Яғни Мұса пайғамбарлық қасиет меңгеруде осы Раббыға жолығы дейді. Сендер дейді, тырыссаңдар Раббыларыңа жолығасыңдар дейді. Яғни Раббыларыңмен сөйлесесіңдер деп отыр. 30 сүре 8-ші аятта, 40-шы, 50-ші, 54-ші аятта. Енді бүкіл істерді ол жолға қойып, аяттарды ашық баян етеді. Әрине Раббыларыңа кездесетіндеріңе нанарсыңдар дейді. 10-ші сүре 2-ші. Яғни қазіргі дін масқапшылардың айтып атқан Құран түскеннен кейін енді Құдай сендермен сөйлеспейді, Құдай деген енді мылқау болып қалды деген сияқты ұғымды тықпалап, тек қана сендер біздерден ғана мына имамдардан сұрайсыңдар, тек біздің білімімізден ғана нәр аласыңдар, сонымен дін танисыңдар дегенге, міне ашықтан ашық 10-ші 2-ші аятта айтып тұр. Сендер аяттарды дейді, сендерге ашықтан ашық баян ететін, түсіндіретін Раббыларыңа кездестіңдерге наныңдар дейді. Яғни қазіргі аталы жолда батаменен әруақтардан осындай ақыл алуменен, аруақтардан кеңес алумен, аян алу, уақи алу дегеннің бәрін 10-ші сүремен 2-ші аятта қарапайым ғана жазып тұр. Ол және 18-ші сүре 110-ші аяттарында бар. Енді де Раббы деген ол сипат дейді. Яғни барлық құлғасын егесі дейді. Раббың иелік етеді дейді. 7-ші сүре 190-ші аятта. Енді сондай Алладан қорыққандарға Раббыларың не түсірді делінсе, олар игілік дейді. Сондай-ақ жақсылық істегендерге бұл неде жақсылық бар дейді. 16-ші сүре 30-ші сүре. Енді бұл осы аяттарды қарап енді ұғым туралы денесем, барлық көп деген жерлерде Раббының орнына біздер дейді. Біз сендерге дейді иеміз. Біз сендерге игілік түсіреміз дейді. Біз сендерге жақсылық береміз дейді. Осындай аяттарды енді толық енді оның, яғни бұның осындай Раббының ұғымына жұбы біз деп аталады. Яғни ол біз деген ол адамның есімдері көркем. Яғни ақпарат жинаған білімдері адамның меңгерген. Ол білім қандай? Ол тәжірибе арқылы білінген. Біздің оқып кітаптан алған, қазір кез келген жерде жазып мақтанып жүрген білім емес. Ол білім біздердің амалға айналған білімдеріміз. Біздердің солменен сол пайдаланған, біздің соған жанымызды өсірген, жанымызға хикметті білім болып жазылған. Яғни біздің кез келген өмірдегі білімдерімізді пайдалану арқылы, біз сонымен өмір сүру арқылы ол білімдер енді бізге иман болып жүрегімізге жазылады. Иман болып Алла Тағала оны бекітеді, тазартып. Мінекей иман дегенде сондықтан оны тек қана өлілерге иман бер дейміз. Біз өлілерден ғана аламыз. Портал, яғни әруақ арқылы ғана біз сол иманды аламыз. Ал тікелей бізге мына иман жазылу деген ол болмайды, әруақ. Сондықтан Құранда айтқан, өлі біреуді тірілтіп, іштеріңде онымен жүретін жарық қылсақ, немесе ол қараңғылықта қалған біреу сияқты ма деген. Осыдан ашықтан ашық. Енді негізі де Раббың адамдарды баураған дегендік, миғражда көрсеткен сендерге сынақтылық дейді. Осыдан бар адамдардың зор қателесуін ғана арттыр дейді. 17-ші сүре 60-та. Бұл не деймін? Адамдарды баураушы, қорғаушы Раббылық. Ол неге? Мұна жындардан болған ақты айтады. Егерде біз жындарымызды кісілік тұрғысында қара қуаттан біз тазартып, мұна 8 түрлі, мінекей 8 қырлы бір сырлы дейді. Яғни сол бір сырға арналу арқылы біздің ар сауытымыз қалыптасады. Осыны 17-ші сүре. Яғни сол ар сауытымыз Раббың сол ағаш арқылы сендерді сол арқылы баураған.
енді осыдан барып қателік тұрып, мына масқапшылардың барлығы бұның бәрі жын деп, елдің бәрін қорқытып, жын деген адамнан бөлек деп, адамның бұна негізгі Алланың берген ғайып қуатын теріске айналдырған. Енді қазір мына 35-ші сүреде мынандай аяттар бар. Ол Алла дейді, түнді күндізге кигізіп, күндізі түнге кигізіп, сондай-ақ аймен күнді игереді, бәрі де белгілі мерзімге дейін жүреді. Біртұтас осылардың рабыларың Алланыкі дейді. Яғни рабы деген өзі Алладан басқа тәңір жоқ. Рабы деген Алланың барлық қуаттары бір тұтас қалдымына жақсылыққа, бүкіл өмірге тіршілікке құратын, оны раб деп атайды мінекей. Соны енді Құдай яғни айтқанда, енді иелік оған тән дейді. Барлық нәрсенің иесі сонда рабы. Яғни біз енді сол рабының иелік етуі, ол не? Барлық біздегі жанды нәрселердің өзінің әруағы бар, қорғаушы бар. Бұл жер бетіндегі барлық мына отырған мейлі аңдарды болсын, хайуандарды болсын, оның өзінің иесі бар. Оны не дейді? Құранда айтады, барлық жандықтарды Алла маңдайынан ұстаған дейді. Яғни маңдайында жазу бар, маңдай арқылы, бас арқылы басқарып тұруды, осы иелік дейді, оны әруақтар арқылы басқарып тұрады, мейлі аң, құс бәрі болсын. Сол иелік Аллаға тән дейді. Одан өзге табынғандардың бір ұрық қабына да ие емес дейді. Мінекей осы тұрғаны, мына табыну туралы, яғни рабдан, яғни рабының иелігінен өзгеге табынғандардың ұрық қабына да ие емес дейді. Яғни олар ұрықтанып көбейе алмайды. Егер де біз өзіміз сол ұрық қабына ие болсақ, яғни ол иелік кімде тұрын? Иеліктің бәрі сол көркем аттармен байланысты. Біздің өмірге ұрпақтарымызды біз өзіміз мұна таңдап, мұнау инженер болсын, мұнау немесе осындай керемет ғалым болсын, ақын болсын деп біз ұрпақтарды таңдап өмірге келтіре алмаймыз. Керісінше ол балаларымыз біздерді таңдайды. Әке шешем мынандай болсын деп. Ол тылсымның заңлы, ақыреттің заңлы, оған дәрі алда тоқталаймыз. Сондықтан ол ұрық қабына ие кімдер? Сол әулие әмбиелер. Біз сендерді жарат, біз сендерге көбейтеміз деп, біз сендерді қараңғылықтан жарыққа шығарамыз деп. Соның енді рабының атын осы, яғни бір тұтас рабының атын Рахман деп атайды мінекей. Сенде Рахманға сәжде қылыңдар деген, сонда біз Рахман, бисмилля рахман рахим деп бастаған өзінде, сонда бүкіл Алланың барлық жаратқан көркем есімдердің қазіргі бізге дейінгі өмір сүрген, сөйтіп қолындай көркем есімді меңгерген, немесе болашақта ашылатын қасиеттер, болашақта біздің ұрпақтарымыз сондай ат қоямыз, олар соны мүмкін әулие болар, біреу ғалым болар, біреу сөйтіп Алланы сүйген қылар, осылардың барлық аттарын Рахман деп атайды екен да. Сондықтан біз Рахманға сәжде қыламыз. Рахман деген аса ардақты жомарт рабының аты өте жоғары. 55-ші сүре 78-ші. Барлық бұл жерде енді 55 санымен байланысты құпиялар бар. Енді рабы деген ол Алла тағаланың құдірет қолы екен. 38-ші сүре 71-ші 75-ші аяттарда ашықтан ашық елейді. Яғни 38-ші сүрені біз сіздерге оқып берейін. 38-ші 75-ші аяттар мынандай дейді. Сол уақытта рабының періштелерге мен балшықтан бір адам жаратамын деген. Яғни сол уақыттарда, яғни адамды жаратпастан да бұрын Алла тағала осындай рабылық сипатыменен бүкіл адамзаттың осы қиямет қайымға дейінгі көркем осындай қасиеттерін меңгеретін білімдері арқылы адамды жаратты дейді. Қашан оны жасап, оған рухынан үрлеген сәтте оған сәждеге шығынған делін дейді. Сонда періштелердің бәрі түгел сәжде қылды. Яғни сәжде қыл деген
адамға қызмет қылды. Белгілі бір сол періштелерге Алланың белгілі бір жобасы бойынша қызмет қылды. Сәжде деген белгілі бір берілген аяттарды орындау арқылы қызмет қылу. Яғни бүкіл періштелер адамға қызмет қылды деген. Бірақ Әблис сәжде етпей тәкәббүрдің қарсылардан болды. Яғни сол кезде Әблис бәрі сол періштелердің қатарында болды, тек қарсылық жасады. Демек, ол бір тас. Сол біздің өзінің ішімізден шығады. Сондықтан қазақта айтады, іштен шыққан шұбар жылан дейді оны. Ей, Әблис, құдірет қолымен жаратқанына сәжде етін сені не тосты, тәкәббүрләнің бе дейді. Яғни, Рабы деген Алланың құдірет қолы. Мен рабылық, мына құдірет қолымменен жаратқаныма сенен не тосты деп сұрайды. Мен одан артықпын, өйткені мені оттан жараттың, оны топырақтан жараттың деді. Яғни, енді мен дегеннің өзінде де екі сипат бар мінекей. Мен деген, яғни оттан жарылған мен болады. Енді мен деген ол бастапқы бүкіл мына адамзаттың осындай көркем атаулардан жиынтығы ол да мен болады. Соның бір бөлшегі адам ішінде басқарушы мен болады. Біз сол менге, яғни Раббымызға біз соған құлшылық қылуымыз керек, табынуымыз керек. Мінекей Алла Тағала, сонан кейін бар Алла Тағала дереу ол жерден шық, шын мәнінде сен рахметінен қуылдың деді. Яғни Алланың рахметі деген не ол? Алланың рахметі деген енді біздің осы өзіміздің тәніміз екен. Ол жерден шық дейді. Яғни әрбір адам бізге берген бейнесі біздің сол Алланың рахметі болып салынады. Сонда Әблисті адамның тәнінен қуып шықты, ол іштен шыққан шұбар жыланға айналды. Ол кеңістікте де барлық жақта да жылан болып үн қатады. Енді осындай жағдайда енді Әблис сөйлейтін болса, үн қататын болса, енді қазір жағдайда енді біздің діншілеріміз айтқандай, осы кезде Әблис мылқау болып қалған жоқ қой. Әблис қалай сөйлейді екен? Енді біз осындай ей адам, бір тілің от, бір тілің су, абайламай діліңді бұзып алма дейді. Яғни біз өзіміздің тілімізге, біздің ана тілімізде Құранның үніне сенбесек, біз от тілді болып шығамыз, жыланша ысылдаймыз. Қазір сол от тілді мынау латын тіліменен сендер көркейесіңдер, сендер рухани жаңғыртамыз деген, бізге мына дін деген мемлекеттен бөлек деген осылардың бәрі оттың тілі болып шығарады. Яғни Құранға қайшы, арабылық білімге қайшы оттың тілімен сөйлейді. Сонда Әблис дегеннің өзі қазір имам да болады. Әблис деген қазір философ та, Әблис деген ел басшысы да, Әблис деген қазір енді барлық мынау қоғамдағы ақын жазушылардың бәрі біз отпен сөйлейміз, от тілді орақ ауыз дейді қазақта. Қазақта осындай бір сөз бар, от тілді орақ ауыз дейді. Яғни от тілді сөйлеуді мінекей осыны айтады. Міне шында қиямет күніне дейін лағынетім саған болсын дейді. Енді үстемдігіңе серт, әлбетте олардың барлығын аздырамын деді. Яғни бұл Әблистің берген уәдесі. Сонымен бірге Рахман дегеніміз енді ол оған тән дейді. 20-ші, 5-ші, 8-ші аяттар. Яғни Алланың тәні деген ол неден тұрады? Алланың тәні деген барлық осы көркем сөз, атау сөздерден тұрады. Яғни олардың ең негізгісі ол біздің адамзаттың аты болып қалады. Осыны енді Рахман деген арабының жолы дейді. Яғни Рахман деген арабының жолы 25-ші, 57-ші, 58-ші, 60-ші, 61-ші. Енді 41-ші, 54-ші ретте қалай біз арабымызға жолығатынымыз туралы айтылған. Бұны да біз енді айтып керек. Бұл да енді қазіргі біздің мазһаб біліміндегі діншілердің көп жағдайда осыны жасырын қалдырып, бірыңғай тек қана осы 5
парыз намазға байлап, халықты өздеріне, тек қана өздерінің ауыздарына қалай айтса солай баллы, яғни құдайсыздыққа байлаудың бір тәсілі болды. Енді мынандай бар, ал егер оған не дейді, адам баласы дейді, жақсылық деуден жалықпайды. Егер оған бір жамандық дошал болса, сонда ол мүлде күдеріп үмітсізденеді. Яғни қазіргі мінекей көп жағдайда мінекей біз құдайсыздыққа қайдан түсеміз, біз жамандық болса ол құдайдықын қарғаймыз. Біз құдайдан түңілеміз. Бұл құдай бар болса неге өйтті, бұл маған бүйтті деп біз енді оның астарына үңілмейміз. Оны қайдан бұның? Егер де сендерге жамандық бастарыңа бейнеткенсе, оны ешкімнен көрмеңдер, екі қолысымен білін деген, оны екінің бірі, мыңның бірі ғана түсіну мүмкін енді. Ал егер оған шалдыққан бейнеттен кейін өзіне жанымыздан мәрхамет етсек, бұл менің ақым тіпті қиямет қайым боларын да ойламаймын дейді. Мінекей осы қазақ халқы қазір үлкен осындай бір кезінде әйтеуір кеңес үкіметінің оның алдында да қандай қиындықтарын өтті. Сонан кейін осындай Алла тағала жақсылыққа берді мархаматын. Соны біз бүкіл қазақ халқы біз оның бәрін ұмытып кеттік. Бұны Құдайдың бірі. Бұған дейін бұл енді біздің қақымыз, мұнайдың бәрін осы тегін, осы біз неге бөлінмейміз, жер байлықтың бәрі бұл біздің ақымыз деп ойлайтын өзі мінекей осы Құранда тұр. Біз сонан сұрау бар екен, қиямет қайым, яғни оның Алла тағала бізге соны сынағын салады деп біз ешқашанда оны ойламаймыз. Мен Раббыма қайталсам да сөзсіз мен үшін оның жаны тағы да жақсырағы бар дейді. Әлбетте осындай қарсы болғандардың істегендерін түсіндіреміз, сондай-ақ оларға азаптың ауырын тарттырамыз дейді 50-ші аятта 41-ші сүре. Яғни мына біз осы қазір осы мазхабпенен біз керемет тақуа боламыз. Біз болса мына жәннатқа кіреміз. Онан да бізден артығы бар деп айтамыз да, осы істеген. Сонан кейін барып мінекей азап түседі дейді. Қашан адам баласына бір нығмет берсек, бет барады, өз жағына қыңыраяды. Қашан оған сұмдық душар болса, сонда ол көлем түрде жалбарынады мінекей. Яғни біз көлем түрде жалбарсы мінекей Алла тағала осы мына тәждерді жіберіп жатыр. Мына оған ұшырағандар міндетті түрде жалбарынады әрине. Оған сонан құтылған жәрі. Мұхаммед, көріңдер ме, осы Құран Алланың қасынан келген болып, сосын оған қарсы келсеңдер, ол ұзақ қайшылыққа түскен біреуден артық адасқан күн бола алады дейді. Көріңіз бе мінекей, енді мына Құранның Алланың қасынан, арамыздан келген екенін мінекей осындай қиындықтарменен, осындай бейнеттерменен, бізге беріп жүрген ауыр азаптарменен ескертіп атса, бұдан артық енді оған қарсы шығу, Құранға қарсы шығу қазақ халқында қазіргі одан артық қайшылық жоқ дейді да мінекей. Құранның мүлде шын екені айқындалған дейін әлемдегі және өздеріңде белгілерімізді жедел көрсетемін. Арасында арабының әр нәрсеге куә екендігі саған жеткілікті емес пе дейді. Абайлаңдар, арасында олар арабыларына жолығудан күдіктенуде, көңіл бөлінді, әрине Алла әр нәрсені толық меңгеруші. Енді арабының белгісі дегеніміз не мінекей? Арабының белгісіне қалай біз жолығамыз? Мінекей осы қазір қазақ халқына аталы жол болып басталып, кезінде біз егемендік алдық деген бұрында мына осы өліктер сөйлей бастады, қата жол басталып, мінекей арабымыздың белгі түсіп, өліктермен сөйлестіріп, періштелер түсіп, көптеген адамдар осыны нығметке жетті. Қазіргі мына біздің мазхабтың ішілерімізде қазір әр ауылдан мешіт ашып, осыған бір керемет қана ол мешіттен бұрын осы кезде аққу сұңқар болып, қазақтың өзінің қарапайым өзіміздің ұл қыздарымыз бар. Қазаққа осы дінді үйретті, дәретті үйретті, қазаққа мына әруағының бар екенін көрсетті. Сөйтіп барып оянықта, бірақ соның бәрін тастап қойға ел билікпенен біздің үкімет, мына ақын жазушыларымыз бүкіл қоғам болып қайта соғысты. Яғни соттадық біз атал жолдан секті деп, енді онсыз қазір қазақ халқы қайтып көтерілмейтініне көздері жететін күнге мінекей енді жақындадық. Себебі енді әрбір зираттаған сайын, әрбірінің құрбандық шалған сайын, әркім өздерінің әруақтарын көтерген сайын, мынандай бейнеттен арыла береді, жақсылыққа жете береді. Сондықтан амал жоқ, ел билікте басқарыста енді аман қалғандар мойындай бастайды.
Бұған қазіргі біздің қазір ақылымыз жетпей жатқаны өзі біздің ділдік жоғарғы дәрежеге жетіп, оның қарсылығы біз әлеммен өзіміз салыстырамыз, бірақ әлемге қарағанда сол ағылшындар болсын, мейлі қасымда көрші орыстар болсын, біздегі қарсылық екі есе жоғары. Себебі біздегі діліміздің өзі жоғарғы деңгейдегі, сондықтан қазіргі қаншама жақсылық болып жатыр, қаншама халықты осындай жазылып жатыр ауруынан, қаншама біз осы адалы жолда қазіргі мінекей көптеген елдің көзі ашылып жатыр. Тәжі дерттің де біз қарсы тұратын шипасы тек қана осы қазақ халқында бар деген, бірақ біздің білімді қауымда, біздің діншілерімізде, ел білгенімізде селт етпейді, мүлде жоқ сияқты, естімеген сияқты, көрмеген сияқты, жүректеріне әрине ол таңбаланып қалғаннан кейін тіптен соны болмайтын сияқты. Кешегі ашып қойған, көтеріп қойған Абылай хан атаның басына барып, соның мінекей арабының белгісін алуға осы біздің дін имамдарымыздың өзі, осы ақынжа осы мен керемет осы елді білем дегеннің өзі осы мына аятқа арабының белгісіне қарсы мінекей. Сондықтан мына арабының белгісін алмай біз ешқашанда өзіміздің жанымызға қуат алып, біз мына жүрегімізге осы мына ұғым түсініктерді алмаймыз. Біз қазіргі өзіміздің отқан жамандықтардың бұның себебін түсіну үшін сол осы жамандықтардың бұрынғы замандарда бұны қайталанған екен. Солның біз сол белгілерін алмай, соны жүрегімізге сіңірмей, біз оны анықтай алмаймыз. Яғни онда жүрегімізде оның қарсылық бейнесін Құдай бермей, біз ешқашанда оны түсіне алмаймыз. Осындай мәңгүттікпен кете береміз. Сондықтан қазір жағдайда енді оны біз Құранды қазір айтып жатырмыз, оқып жатырмыз, бірақ оның қазір тыңдаушылардың көп болса 5% ғана ұғына алатын. Құранның үнін түсіну үшін, яғни қазақ халқындағы мына ақындық жүйені, мына жазушылардың мына қоғамдары қайттан құру екеніне, рухани жаңғыру деген ең бірінші сол рухани жаңғыртам дегендердің өзінен басталу керек. Яғни өздері олар жаңғыру керек. Яғни өздері сөз түсінуді, абайын, шәкәрін түсіну, қазақ тілін, ділдің не екенін түсінуді, яғни Құдайдан соның жүректерін ашып белгі алуды білмей, біз мына халықты қазір біз түсіндіреміз деген өз ақымақтық. Бірақ қазір жағында төменнен басталады. Мұнда мұндай құпия бар. Енді бұны түсінерсіздер, бәлкім түсінбейсіздер, бірақ әрбір өзін танып, Құранды оқып, аталы жолда осына бата алып, өзін тазартқандар міндетті түрде өздерінің көлеңкелерін бөліп тұрып, 9 адамға қуат қосуға мүмкіндігі бар. Яғни мен сияқты 9 тоқ берген еркекке, мүмкін әйелге 9 қуат қосып үлгірдім. Демек, ол әйтеуір халықтың арасында бар, бір уақыттарда менің осы түсінгенімді оларда қайталайды, бірақ оның әрекеттері бөлек болады. Әркім өзінше ол күреседі. Сол сияқты әрбір әйелде мінекей 9 қатын бірігіп бірыл тапқан деп, мінекей 9 қуатты 9 жанға қосуға мүмкіндігі бар. Сондықтан бірінші біз не нәрсеге де жан беруіміз керек. Жан беру үшін, әрине еркектердің ояну үшін біз рухани жаңғыруымыз, яғни жаңару үшін бірінші біздің әйелдерімізді үйлеуіміз керек мінекей. Сондықтан қазіргі барлық біздің қазіргі үмітіміз де, біздің қазақ халқының болашағы да біздің мына қыздарымыз бен әйелдеріміздің қолында тұр бірінші. Сонан кейін барып, еркектер оянып, әрине сосын рухани қуаттарды меңгеруге, тектілікті меңгеруге тырысамыз. Қазіргі жағдайда мінекей ел биліктің де бүкілінен оянбай жатқаны бір-ақ нәрсенің болып тұр. Ол неден болып тұр? Ол тек қана мына ақжаулық қуатына, бас киімге тыйым салып, сонан өзіміз қорқамыз. Және осыны қазір сұрасаң, кез келген мына ел басшылардан немесе сұрасаң, неге бас киімге тыйым салды десің, оның ғылымын ешкім түсіндіре алмайды. Яғни жанын білмейді оның. Себебі ол мына қарама-қарсылыққа түсіп кеткен, бас киім шешу деген тірі өлікпін деген мен. Өлік кім жалаңбас жүретін болса, ол өлік. Ол тірі болуы мүмкін емес. Соны кезінде мына
мына өлілерге алдында бас киім шешкен. Яғни мен де сендей өлікпін, мен де сендей қатарың деген соның бір табыну бізге келіп, мына қазақ халқына да қазір осы кіріп алды. Бәріміз көше толған өлікке айналып кеттік. Аман болайық ағайындар.